Кайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге творожный пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өзіме керекті затымды дайындап алдым. Ең бірінші бөлме температурасындағы сармайды саламыз. Кейіннен қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Араластырып болған соң жұмыртқаны саламыз. Бұны да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ұнға қопсытқышты бірге араластырып жібердім. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Ұнымызды осылай екіге бөліп миксерлеп аламыз. Араластырып болған соң қамырды осылай қолмен барлығын біріктіріп аламыз. Кейіннен осындай формаға, менің формам 24 сантиметрлік форма, осылай ешқандай майламай жайғастырып шығамыз. Жақсылап жайғастырып алдым. Шет-шетін турлау үшін, бірдей қылу үшін шанышқының көмегімен осылай жасадым. Қамырым дайын, енді бетіне салмасын жасаймын. Ең алдымен өзіме керекті заттарды дайындап алдым. Бізге керекті заттар осылар: қант, жұмыртқа саламыз, қаймақты саламыз. Қаймақ менде 20% қаймақ. Блендердің көмегімен жақсылап езіп алдым. Блендер болмаса, шанышқы немесе миксермен осылай езсеңіздер болады. Бірақ ешқандай артық болмау керек, сұйық болуы керек. Бетіне кепкен жүзімді салдым әдемі шығу үшін. Бұның орнына басқа нәрсе салсаңыздар да болады, тіпті салмасаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алдым. 35-40 минутта пісті. Енді әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін өздеріңіз бақылап қарайсыздар піскен піспегендігін. Осылай таяқшаның көмегімен анықтап аласыздар. Егер де таяқшаны салған кезде ешқандай нәрсе жабыспаса, онда таза пісті деген сөз. Міндетті түрде пирогымызды суығаннан соң аламыз формамыздан, ал бірден алатын болсақ сынып кетуі мүмкін. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендерің үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім Болысбек.